Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гүлжан. Бүгін сіздермен осындай 7 шелпек нанын пісіреміз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Алдымен шелпектің құрамына не керек екенін айта кетейін. Бізге қаймақ керек 2 қасық, 1 дана жұмыртқа керек, тұз, сода және қант керек, айран керек 1 кружка және ұн. Енді бастаймыз. Алдымен таразға өлшеп аламыз. Осылай 500 грамм ұнды електен өткізіп, ұнды өлшеп алдық. Енді үстіне содамызды қосамыз және қант пен тұзды қосып араластырамыз. Міне, қант қостым және тұз. Жұмыртқамызды қосамыз. Қаймақ саламыз 2 қасық. Және айранымызды құйып араластырамыз. Қолымызбен қамырдың басын біріктіріп, жұмсақ қамыр шығарамыз. Біздің қамырымыз сырты жабысқақ болады. Міне осылай басып біріктірдік. Енді 30 минутқа демалдырып қоямыз. Міндетті түрде бетін жауып қоямыз. Қамырымыз демалды. Енді қазір осы қамырды 7 бөлшекке бөліп шелпекке дайындаймыз. Мен міндетті түрде қамырларды өлшеп аламын. Барлығы бірдей шығу үшін. Қазір көресіздер. Жеті бөлшекке бөліп аламын. Және таразға өлшеп бәрін салмағын мына жерде дайындап қойдым. Сіздерге көрсету үшін қайтадан өлшеп жатырмын. Осылай барлығын өлшеп, домалақтап дайындап аламыз. Және беті қаясып қалмау үшін мен салфанға салып қойдым. Шетіне бір-бірден бүкіл қамырларымды жайып дайындап аламын. Осы кезде майымның астына от қойып, майды қыздыра береміз. Қамырды қатты қалың қылып жібермейсіздер және қатты жұқа да болмайды. Мен алақанымның өлшемімен бірдей қылдым. Қазір көресіздер. Міне мен осылай қолымды қойып, өлшеп көремін. Міне, қамырым дайын болды. Осылай барлық 7 шелпекті жайып шығамыз.
Менің қамырларым дайын болды. Міне жетеуі де. Ал енді қуыруға кірісеміз. Қызып тұрған майға екі бетінен әдемілеп қызартып қуырып аламыз. Және мен қатты үрленіп кетпеу үшін оларды вилкамен тесіп алам алдын ала. Олай жасамасаңыз да болады. Міне мен шелпектерім дайын болды. Жұп-жұмсақ, әп-әдемі болып шықты. Сізге видео ұнаса лайк басып, подписаться етіп кетіңіз. Көргеніңіз үшін рахмет. Ал мен кеттім, көршілерге шелпектерді таратамын. Сау болыңыз.